Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге мықты деңгейлер туралы айтқым келіп тұр. Жалпы мықты деңгейлер трейдингте графиктегі баға көп рет тоқтап кері бұрылған немесе ұзақ уақыт бұзылмай тұрған деңгейлерді мықты деңгейлер деп айтамыз. Оларды кейде ключевой уровень, ключевой точка деп айтады, кейде синий уровень деп айтып жатады. Жалпы мықты деңгейлерді білу неге маңызды екені бізде бағаның қай жерден өсіп, қай жерден құлайтынының біз мәнін түсінуіміз керек. Яғни бағаны анализді алдын ала жасаған кезде қай жерде қандай уровеньде тұрғанын білуіміз керек. Егер баға бір аймақта қайта тоқтап өсе алмай немесе түсе алмай тұрса, ол сопротивление, яғни қарсылық уровень екенін барлықтарыңыз білесіздер. Егер баға бір аймақта қайта тоқтап төмен құламай тұрса, ол поддержка уровень, яғни қолдау деңгейі деп айтамыз. Жалпы мықты уровеньдер бағаның бағытын өзгертуге немесе тоқтатуға қабілеті бар аймақтар, зоналар, уровень, яғни сол мықты, күші мықты болғандықтан сол жерден соларды біз білуіміз керек. Енді сіздерге сол мықты уровеньдерді түсіндіріп, таныстырып өтейін. Кешегі, яғни ключевой точканың максимум, минимумы бізде мықты уровень болып есептелінеді. Уровень излома тренда, яғни оның күші трендті өзгертуге болады. Яғни жаңа мен сіздерге бірінші сабақта түсіндірдім ғой, трендтің не екенін түсіндірдім. Тренд дегеніміз жалпы максимумы, мысалы осының максимумынан, закрытиесінен мына келесі уровеннің дневка бойынша закрытие жоғары тұрса, значит тренд бізде лонг деген сөз. Осыны жаңа сабақта түсіндіріп өттім. Енді бізде қараңыздар, енді мықты деңгейлерде көп трейдерлер бағаның кеше қай жерден тоқтап, қайда дейін көтерілгенін көреді. Бұл психологиялық шекара, яғни дневка бойынша бізде фитиль тұрады, сол фитильдің қайда барғысы келгенін, қайда ұмтылғысы келгенін, яғни қайда құлап кеткісі келген немесе соны көрсететін уровень болады. Оны психологиялық уровень деп те айтады. Мысалы, егер акция кеше $100 максимум жасап, бүгін қайтадан сол жерге келсе, трейдерлер сол бағаны бақылап, не бұзып өтуді, не кері қайтуды күтеді. Яғни біздегі ең бірінші точка, ол мысалы бағаның кеше максимум жасап жабылды, цена закрытие осы жерде болса, қазір премаркетте төменнен ашылды, яғни төменнен ашылды цена открытие, цена закрытиенің төменнен ашылды, бірақ жоғарыға қарай екінші свет 4 сағатта, например, келе жатыр. Сосын осыны енді бізде осы ключевой точка бізде маңызды болып есептелінеді. Жалпы бұл бірінші маңызды уровень бізде ол ключевой точка. Критический точка деген жаңа бір сағаттың максимум минимумы, хай-лоу деп бір сағатта түсіндіріп өттім. Енді келесі бізде премаркет хай-лоу, уровень лимитного игрока. Неге мықты бұл? Маркет ашылмай тұрғанда ірі ойыншылар ордерлерін қояды. Сол жерлер үлкен көлем жиналған аймақ болып есептелінеді. Яғни біз мысалы 10-20 штукпен 100 штукпен акцияны алып сатамыз. Жалпы Қазақстанда 1000 штукпен 700-800 штукпен күндік трейдингпен айналысатын айда Елубай деген хамды білем, және оны мойындайын білімін. Сол кісі мысалы 1000 штукпен мақыл Қазақстанда ең көп 60 штукты алып саудалайды, ал жалпы әлемде 10.000 штук, 100.000 штук, 1000 штук, миллион штукпен сауда жасайтындар да бар да. Олардың, ол крупный игрок деп айтады, олардың
жаңағыдай қойған ордерлері, яғни кірген шыққан бағалары рынокқа әсер етпей қоймайды. Олар мысалы бағаны жоғары кетеді деп сатып алды ма, жоғары кетті, осы жерге өздерінің профиттарына келген кезде сатып жүрсе, ол міндетті түрде рынокқа бір кішкене болса да серпіліс береді, кішкене болса да әсерін тигізеді. Сол үшін сол мықты игроктардың жүрісін сол премаркет уақытында анықтаймыз. Яғни премаркеттің хай, сосын жаңағы премаркет хай лоуға бізге маңызды уровень болып есептенеді. Күндізгі брейкаут үшін басты деңгей премаркет хай. Егер маркет ашылғанда сол жерден өтіп кетсе, көп трейдер лонгқа кіреді деген сөз. Басқа да уровеньдерді есепке ала отырып, премаркет хайдан баға жоғарыға қарай кетіп бара жатса, значит бізде подтверждение мен лонгқа кіруіміз керек деген сөз. Келесі дөңгелек сандар, round numbers. Неге мықты? Мысалы 100-200 доллар, 150 доллар сияқты бағаларда адамдардың ойы бірдей болады. Осы жерден аламын, осы жерден сатамын деген сияқты. Мысалы үшін Tesla 300 баға жетсе, сол жерден сатушылар белсенді болуы мүмкін. Оны кругловой цифра деп айтамыз, круглый цифр деп айтады кейбір трейдерлер, дөңгелек сандар. Бұл да бізге маңызды уровеньдердің бірі болып есептелінеді. Келесі гэп деңгейлері. Гэп, яғни неге мықты болып, баға кенет секіріп ашылғанда, гэп ап, гэп даун болып ашылған кезде сол жерлер бос орын болып қалады. Кейін рынок сол бос орынды толтыруға ұмтылады. Гэп бізде өзгермейтін алгоритм бар. Баға өзінің создавать еткен гэпін өзі толтырады. Гэп даун болып ашылатын болса, мысалы баға төменге қарай осы жерде разрыв болып ашылса, осы бізде гэп даун деп айтылады. Кейін осы рынок осы бос орынды өзі толтырып жабады. Осының гэптің біздегі максимум минимумдары маңызды рөл атқарады. Яғни мына жердегі біздегі максимум баға болса, гэптің мынау минимум бағасы болып есептенеді. Осы гэптің минимум зонасына кірген баға мына гэптің максимумына барады деген сөз. Осындай алгоритм бар. Жалпы гэптің алгоритмі осындай. Келесі жоғары көлем жиналған аймақ, volume profile деген. Неге мықты екені, белгілі бір бағаларда үлкен көлеммен сауда жүреді. Бұл институционалдардың кіріп шығатын орны. Мысалы 50 деңгейінде көп көлем болса, сол жерге қайта-қайта келгенде баға тежеліп тұрады. Графиктің астында жаңағыдай нелер тұрады, онандай объем деп айтамыз, көлемдер тұрады, осындай үлкен, кіші, қызыл, жасыл болып. Осы жерде бізде қай жерден мықты трейдерлер кіріп отыр, институционалдардың деген сөз. Ол мысалы Америкада сондай бір трейдерлер айналысатын мекемелер бар, официальный академиялар бар, соларды айтады институционалдар деп. Осы жерде солардың кіріп шығатын объемдары тұрады. Осы объем осыны солардың кіріп шыққан точкаларын көрсетіп тұрады. Келесі зеркальный уровень, айна деңгейі. Трейдингтегі ең мықты әрі жиі қолданылатын ұғымдардың бірі. Бұл бұрын қолдау, яғни саппорт болған деңгей, кейін қарсылыққа айналатын немесе керісінше жағдай. Яғни баға бір деңгейден жоғары тұрғанда, осы деңгейден жоғары тұрғанда, ол саппорт. Мына осы жерде осылай уровенің астында тұрса, баға үстінде тұрса, то есть бұл қолдау, поддержка зонасы болып есептенеді.
Ал егер баға төменге түсіп кететін болса, осы уровеньнің төменінде жүретін болса, бұл уже мына бағаға сопротивление, яғни қарсылық уровені болып есептелінеді. Осындай астынан да үстінен де соққан, былай фитильмен соққан, фитильмен соққан, үстінен кеп фитильмен соққан осындай бағаларды біз зеркальный уровень деп айтамыз. Зеркальный уровень мықты уровень болып есептелінеді. Осыны біз бағана айтып өттік, зеркальный уровеньнің жалпы маңызы туралы. Жалпы мықты деңгей ол бір жай сызық емес. Трейдерлердің психологиясы мен үлкен ақшаның шоғырланған жері, уровендер, мықты уровендер. Баға сол жерге келгенде әрқашан реакция береді. Не кері серпіліп, не қатты бұзып өтеді. Импульспен бұзып өткен кезде, мысалы бір уровень бар, оны импульспен бұзып өтті дейік, былай, неше уақыттан бері бұза алмай жүрсе, осыны бұзып кеткен кезде біз импульстың артынан импульспен өскен свечиді қуалап, ол қашпаймыз, ол міндетті түрде келеді да, осы мықты уровеннің мықтылығын дәлелдеу үшін былай кішкене қызыл болып жанып, төменге қарай келіп, осы фитилін тигізіп, қайттан жоғарыға кетеді. Біз осы төменге түсіп жатқан кезде, осы фитилді дәлелдеп жоғарыға қарай кетіп жатқан кезде, лонгқа ашсақ болады. Спредті де көп болмайды, осы кездерде ашқан дұрыс. Импульспен ашқан кезде спредті де есепке алсақ, біз минуспен отырамыз. Сол үшін көбірек практика жасаңыздар. Сондай спредті, басқа да алгоритмдерін түсіну үшін трейдингтің көп практика жасаңыздар деп айтқым келеді. Трейдинг оңай ақшаға апаратын қиын жол деп айтады. Сол қиын жолдан өте алсаңыздар, трейдингтегі ақшаның, теңіз сияқты ақшаның бір тамшысынан былай алып отырасыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.